Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жеке сот орындаушыларда делоларыңыз болса, аталған берешек қарызды төлеу бойынша график қоюға болады ма? Заң талаптарына сәйкес график қоюға болмайды. Бірақ алайда атқарушылық іс жүргізу және жеке сот орындаушылар заңында мынандай бап бар. 47-ші бапта пункт бар. Егер де тараптар өзара медиациялық келісімге келіп, және ол сот арқылы бекітілсе, атқарушылық іс жүргізу өндірісі тоқтайды деді. Яғни бұл не деген сөз? Сіздерде ол кезде мысалы үшін берешек қарызыңыз 1 миллион теңге болса, 1 миллион теңгенің 15% жеке сот орындаушының қызмет ақысы болса, 15% жеке сот орындаушыға төленеді. 1 миллион теңгенің алғашқы жарнасын ол кезде сіз талапкеріңізбен келісесіз, яғни талапкеріңізге барып өзіңіздің жағдайыңызды айтып, тиісті тәртіпте арыз жазып бересіз ол кісіге заявление. Міне менің финанстық жағдайым қазір болмай отыр. Мен берешек қарызды бірден барлығын төлеп бере алмаймын. Осыған орай сотқа арыз берейік та, және де сізбен медиациялық келісімге келейік деп, сонымен келісімге келесіздер. Егер де келісімге келіп жатсаңыздар, алғашқы жарнаны төлесеңіздер, онда атқарушылық іс жүргізу өндірісі қысқарады да, ол жерде жеке сот орындаушының қызмет ақысын төлейсіз, алғашқы жарнаңызды төлейсіз. Қалған остатықты уже ай сайын медиацияға сәйкес уже бөліп төлеуге болады. Яғни сот орындаушыда тұрған атқарушылық өндірісті сот орындаушы сізге графикке қойып бере алмайды. Ол кісіде ондай полномочия жоқ. Бірақ алайда өзіңіз оны былай айтқан кезде талапкермен келісу арқылы заңды түрде келісім шартқа, медиацияға келіп өндірісті қысқартып, және де әрмен қарай қалған остатықты бөліп төлеп, при этом еще сіздің бүкіл счеттарыңыздың барлығын ашып, обременениялардың барлығын алып тастауға болады. Ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде парақшама жазылып кетіңіздер. Лайк, коммент, репосттардан болсын. Ассалаумағалейкум.